Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Кербесқызы және де менің арнамда сіздердің көптен күткен челлендж видеосы болады. Және де бұл видеоға мен өзім бір қонақ шақырып отырмын. Сіздер негізі танисыздар. Ол Диас, менің жолдасым. Егер де Диасты танымасаңыздар, онда алдымен біз бірге түсірген Husband Challenge-ті көріңіздер, Whisper Challenge көріңіздер. Және де Boyfriend Does My Makeup деген видеоны көрсеңіздер, сіздер Диасты танисыздар. Сонымен бізде челлендж видео, яғни байқау видеосы, яғни біз бір-бірімізбен бүгін жарысатын боламыз. Ал не істеп жарысады десеңіздер, онда біз қазір әртүрлі брендтер туралы айтамыз. Негізі Қазақстанда біздің жанында кейбір брендтердің атауларын атаған кезде өзіміздің ағымызға ыңғайлап, тілімізге ыңғайлап солай айтамыз ғой. Ал шынтуайтында ағылшындардың тілінде, әсіресе американдық ағылшын тілінде бұл сөздер қалай аталады екен, шетелдіктер оларды қалай атағанды жөн көреді екен, сол сұрақтан біз Айжан екеуміз әрқашан бір-бірімізбен бәске түсетінбіз. Жарысып отырамыз. Өйткені Диас білесіздер, Америкада оқып шыққан, яғни ол америкалық акцентті көбірек біледі маған қарағанда. Бірақ сонда да жарысып көреміз. Яғни бұл видеоның атауы брендтердің дұрыс қалай айтамыз. Сонымен кеттік. Яғни ойын ережесі мынандай. Біз бір-бірімізге алдын ала айтпай 5 брендтен тауып алдық. Яғни Диас білмейді ау, немесе Диас мүмкін Айжан білмейді ау, дұрыс қалай айтылатынын деген сияқты брендтерді өзімізге жазып алдық. Қазірде сіздердің алдарыңызда сол брендтерді біз бір-бірімізге көрсетеміз, және де Диас немесе мен сол брендті қалай айтады екенбіз, және де біз оны дұрыс айтамыз ба, жоқ бұрыс айтып жүрміз ба, соны бір-бірімізбен тексереміз. Кеттік. Сонымен кім бастайды? Кім бастайды? Бірінші брендтің аты. Мен енді сенем, сен оны дұрыс айта алмайсың деп. Қалай жазылады? Ана жаққа қарап айта. Adobe. Бірінші сенен Adobe дедің, е? Дұрыс емес. Adobe. Дұрыс айтылуы, біз көпшілеріңіз білетін шығарсыздар, яғни бұл софт бағдарлама, бұның дұрыс айтылуы Adobe. Айтайын деп тұрдым да. 1-0. Есі енді менің кесегім. Бұл қандай бренд, мен бұнды білмеймін да. Көліктің аты бұл. Қазір. Айтайын десем қорқып тұрмын. Давай. Орысша айтайын ба? Енді былай, өзімізде мүмкін Қазақстанда Альфа Ромео болатын шығар, бірақ дұрысын айтатын болсақ, американша онда Элфа Ромео. Жақын келдің. Элфа Ромео. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Дұрыс айттым болды ме? Alfa Romeo дедім ғой? Alfa Romeo. Бірде-бір, е? Ну ладно. Бірде. Мен де онда саған қатыгез болам. Келесі менің брендім ол мындай. Balmain. Дұрыс емес. Balmain. Я. Көбісі бұны Balmain деп айтады, но бірақ шындығында бұл Balmain деп айтады. Balmain. Эйн деп айтады ма? Balmain. Екіде бір. Екінші Диастың өңкей машиналарды алыпты. Lamborghini. Неге? Lamborghini?
Well, жарайды. Білмедім. Lamborghini. Бұл Бор деп айту керек обязательно. Lamborghini. Lamborghini. Бірақ бұл итальяндық емес пе, бренд емес пе? Сол үшін Lamborghini болады. Lamborghini болады. Келесі менің қалай аталады? Huawei. Мен білмедім, сен бұны білмейтініңді. Бұны көбісі шатастырады. Бұл негізі Huawei емес, бұл Huawei. Huawei. Бұл қытайлық бренд болғаннан кейін я сөйтіп аталады. Huawei. 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 Сіздер де біліп жүріңіздер. 2-2 болды. 3-2. Мен ойлағам негізі Диас бәрін біліп қоятын шығар, менікі сондай оңай жазатын. Бірінші мен көріп алайын. Мен білем. Acura. No. Acura. Acura. Мен көрген осы видеода. Бұл негізі киім бренді. Esprit. Тағы да бір айтайын. Esprit. Дұрыс. Esprit. Яғни кейбіреулер көбінесе Esprit деп айтады бұны, бірақ шын атауы, нағыз дұрыс атауы Esprit. 3-3. Жарайды. Диастың келесі машина атауы мынандай. Бұл яғни Dutch. Шоколадтың аты 5-ші сорт. Шынымен де бұл шоколадтың аты. Енді дұрыс атауы сіздіңше Godiva. Дива деген сөз. Godiva. Дұрыс емес. Негізі шын атауы Godiva. Are you seriously? Бұл машинаның брендінің, бірақ мен екі түрлі айтатынын білем. Яғни біріншісі ол дұрыс атауы, өйткені бұл Корей бренді болғаннан кейін. Бұл негізінде Hyundai. Бірақ америкалықтар оны дұрыс айтамайды. Бірақ енді америкалықша болғанда ол дұрыс болады, ол Hyundai. 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 Бірақ негізі ол америкалықтардың өздері дұрыс атамайды. Ол негізінде дұрыс атап атамау онда біз акцентті соны жасап отырық қой. Американдықтар қалай атайды деген. Бірақ негізі корейліктердің өзінде, яғни брендтің негізгі дұрыс атауы басқаша. Hyundai. Америкалықтар қалай айтады? Hyundai. Honda. Менің брендім мынандай. Lexus. Lexus demek. Lexus. Енді жүресін шатасып кетті. Қалай айтушы еді? Lexus. Машинамен жарыспақ қойсаш қызым. Ясын жазған мынандай. Бұл Infinity. Енді бұл кәдімгі сөз емес па? Бұл бренд емес қой? Біреулер Infinity деп оқиды, негізі Сен Infinity. мен ойладың ба, мен сөйтіп оқиын деп? Ал? Негізі ағылшын тілінде Nestle деген сөз бар. Ұя деген сөз. Окей. Nestle. Брендтің аты Nestle ше. Қалай? Nestle. Nestle. Nike ше. Nestle. Ты айтылмайды мүлде. Nestle. Негізі бұл брендті де, бұл европалық бренд. Бұның дұрыс атауы кішкене Nestle сияқты болады. Ал америкалықтар, олар бұл брендті дұрыс айтамайды енді. Яғни өздеріне қалыптастырып алған Nestle дейді. I want a Nestle chocolate. Мүнки оңайларын айтып атсың ғой. Chrysler. Сіз жеңдіңіз ғой? Мен жеңген сияқтым, сізге енді победный біреусін жазайын. Oreo. Oreo. Дұрыс. Chevrolet.
немесе Chevy. Chevrolet. Reebok. Reebok. Сонымен де біздің осындай челленджіміз бітті. Брендтерді қалай дұрыс айтамыз деген. Өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар кім жеңгенін. Өйткені мен көп видео көріп шыққам. Қалай дұрыс брендтерді айтамыз деген. Біз өте оңай брендтерді алмадық. Мүмкін сіздер білетін шығарсыздар деген. Мүмкін мысалы Nike. Көбісі бізде Nike деп айтады, я? Негізі ол Америкаға барсаңыздар, Nike десеңіздер, сіздерді ешкім түсінбейді. Ол жерде тек Nike дейді. Бірақ бізде Ресейде де Nike десеңіздер әрине түсінеді. Енді ол әр аймақтың, әр регионның өзінің сондай бір акценті. Бірақ егер де Америкаға, Европаға мүмкін барып жатсаңыздар, онда Nike дейсіздер. Give me Nike. Немесе Adidas. Бізде Adidas дейді. Бірақ бұл жерде екпін бірінші бөлікке түседі, яғни Adidas. Америкалықтың өздері кейбіреулері Adidas дейді, екінші бөлікке түсіреді, бірақ мен кеше көргенімде ол адамның аты, Адольф Дослер деген өзінің сол Adidas компаниясының құраушысы. Соның атына қойылған, яғни Адольфтың қысқартылған аты Ади, сосын Дослер. Соның екі бөлігі Adidas. Яғни біздің естіп үйреніп қалған Adidas. Америкаға барғанда Adidas дейсіздер. Тағы қандай common сондай бренд нейм білесің? Louis Vuitton. Louis Vuitton, я. Louis Vuitton. Немесе көбісі шатастырады Hermes. Ол Америкада Hermes. Америкалықтардың өздері, бірақ енді барлығы дұрыс айтады деп айта алмаймыз. Ол жерде де көбісі Hermes, басқаша да айтады, бірақ көпшілігі білетін ол Hermes. Chanel, я. Lacoste. Xiaomi деген телефондар. Xiaomi. Xiaomi. Бұны мен білмедім. Бұл Қытайдың несі, я. Немесе McDonald's. Я? Солай айтылады. Бірақ енді бізге барып алып, жүр кеттік McDonald'sқа барамыз деп айтпайсыздар, енді әрине Қазақстанда ол бола береді, Макдональдс дейміз. Бірақ Америкаға барсаңыздар McDonald's. Burger King. Pizza Hut. Яғни көбісі пизза деп айтады, я? Ол да дұрыс емес, негізі пицца. Pizza Hut. Я, Samsung. Америкалықтар білесіздер, корейше болса ол кішкене сам, яғни сәм емес, америкалықтар көбінесе сөйтіп айтады, Samsung. Ал дұрысы, яғни корейлердің өздері айтатыны ол Samsung. Apple. Бұл енді таза америкалық бренд, одан ешкім шатаспайтын шығар деп ойлаймыз. Мысалға UGG деген, UGG деп жазылатын бренд бар, ол оның дұрысы мысалға AG. Немесе біздің Қазақстанда да бар Uber такси сервисі, оны бірақ Америкаға барсаңыздар, сіздер Uber дейсіздер. Кішкене бұл немістің бренді, мен білсем. Сол себепті кішкене жұмсақ емес, керісінше Uber деп айтасыздар. Сосын америкалықтар Қазақстанға келген кезде InDriver емес, InDriver деп айтады. Оны да біліңіздер. InDriver, ол біздіңше айтылды. Мен сіздерге біздің видеомыз ұнап жатса, онда лайк қойыңыздар. Бізден көбірек ағылшын тіліне байланысты видеолар көргілеріңіз келсе, онда комментарийге жазыңыздар. Саламатты болыңыздар. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Bye. It goes electric wavy when I turn it on.